И сәлем достар, сіздердің бірге мен Жақсыбай. Керемет. Ұйқыдан жаңа тұрып жатырмын. Демалыс, неге ұйықтамасқа дедім. Бүгін, короче, от души ұйықтауым сағат 11-ге дейін. Бізде батыста қар жауды, кстати. Кім қаяқтан қар жауды ма жазып кеттерін аңғараңдаршы қандай керемет. Ё-моё. Прекрасно. Погода жып-жылы, күшті, жел жоқ. Бұл біздің барон. Көбіңіз сұрап жатсыздар комментарийда барон қалай деп. Вот барончик біздің. Жа, барон қалай? Қар көрмегенге 1 жыл болды ма? Да, орай керемет. Кім қар жақсы көреді, тоже комментарийда жазып кетіңдер, кім қар жақсы көретін. Ал енді кім қар көрген жоқ, сендерге көрсетемін. Қар деген осында мә жұмсақ екен. Жұмсақ деппін ғой, жабысқақ екен. Балдарды алып шығып ойнауға болады. Так, қазір мен не істейін деп жатырмын. Соңғы рет мен өзім достарыма пранк істедім, өздерің білетін шығарсыңдар. Кім көрді, жолдасы звондап, прикол ұстағанмын. Сол кезде мен обещать еткенмін, достарыма баня жағып беремін деп. Бұл менің баням. Қазір баня жағатын боламыз. Өкінішке орай, мына жерде менде су өтіп тұратын еді, негізі салқын су. И мен осы жерді жинап баняға таситын едім. Қазір күн салқын, минусовая погода ғой енді. Мынау қатып қалады дегесін, основной источниктен жауып тастадық суды. И придется қазір енді судың бәрін үйден тасуға. Все, короче, достар, түсіндіңдер ғой. Қазір мен баня жағам. Кешкеге достарымызды күтетін боламыз. Мен білмеймін бүгін не түсіретінін даже. Мүмкін какой-то, может, пранк придумаю кешкеге. Заодно достарыма пранк істеп тастайық, сендер алыстамаңдар. Надеюсь, есік алдында ешкім жоқ. Біреудің көтен жылы болмайды шығар бұл дейді. Кет, есік алдын шығарсын. Кеше ғана рецепт көрдім ғой мен деген. Өзі ашып алдым ау деген. Барончик. Мына ауа райы деген күшті ғой, действительно. Вообще тема бар ғой. Фото түсіп қалайықшы превьюшкаға. Крыги. Домой. Бля, қатырдың сені. Барон, суым мұз болып қатып қалыпты ғой. Енді қар жейсің ол кешке баран. Бол, кір. Кір деймін. Кіргісі келмейді өзі. Все, пока. Болды, қойшы еще. Потом ойнаймыз. Бұл біздің баня, короче. Баняны кішкене жинастыру қажет. Қазір бұл жерге отын саламыз. Күл көп екен ішінде. Бұны күлдерін бәрі шығарып тастайық. Так. Бұның екеуінде толтыру керек. Мынаны, сосын мынаны. И мына жақта бізде парилка. Парилкада су бар екен кішкене. Жайлап жаға беруге болады деген сөз ғанда. Бірінші отты жағып алайық онда. Сосын парилкаға су толтырамыз бірінші. Сосын арға су қатып тастаймыз. Мынаны уже лақтыру керек. Қыста баня деген қалай вообще? Кім ұнатады? Лайк пен комментарий білесің ғой не істеу керек екенін. Так, это көп уақыт созбай да. Андай ускоренный режим бар ғой, таймлапс дейтін. Таймлапс қойып қойып, қалай мен күлді тазалап тастаймын, қалай су толтырып тастаймын, қалай баняны жағып тастаймын, соны резко-резко көрсетіп жіберейін. Давайте, қарсы
қарсы алыңдар дедім, қуамшы. Короче, достар, отын жағардың алдында да біз былай жағамыз қазір, қараңдар. Бір картон аламыз, мындай, любой. Қазір жағу қиын болуы мүмкін, өйткені өздерің көріп тұрсыздар ғой, қар болып жатыр, ылғал еще ағаштар ірі. Но постараемся, короче, қазір. Осындай горелка аламыз. Кигіземіз, өзінің ішінде зажигалкасы бар, өйтіп қосылатын. Енді осы екі шелекпен бір где-то 10 шақты рельс жасау керек. Су толтыру керек, салқын су толтыру керек. Так, міне жинағасын ыссы су жинаймыз, өйткені ыссы су енді тез қайнайды да. Салқын су болса ол 2 или 3 есе ұзақ тұруы мүмкін. Сондықтан осы ыссы сумен осыдан екеуін жинаймыз да, толтырамыз да. Баняға барып құямыз. Салқын су жағына енді салқын суды құя беруге бар, осы маса бар. Достар, в общем, все, баня дайын, достар, келіп қалды почти. Мен деген ең басты ұмытып кеттім ғой, мына салқын суларды толтыруға. Қазір екеуіне салқын су толтырып тастаймын, мынаған және де осыған. Және де үй отсын, істеп отырсын үй? Так, екеуін толтырып тастаймыз, және де не дос баламен қазір бірге барып тастаймыз. Сосын сендер достармен таныстыратын боламын, және де баняның ішін көрсетіп кетем, такой мини-обзорчик. Мен банямды әлі көрмеген сияқтысыздар, көбіңіз, бірақ оны көрсеттім ба? Ну, не важно, короче, көрсетіп боламын. Давайте бірге болдыңдар. Кіреміз можно, да? Ассалямуалейкум. Че? Осы екеуін алып бару керек үшеумізге. Ауыздар ашық қойыз бар, көрінде бар ма? Бірінші большой да берем, да? Да, большой. Егер бірінші мен набай. Шоқтап алмасын ба? Маған өтің үшеуміз апарым керек сияқты болып тұр ма? Апарайыр бізде көп. Жарты жолға еді тұқы. Достар, короче, біз баняға жайғастық. В общем, міне өздерің көріп тұрсыңдар ғой, киімдерді бәрі керемет. Чүк. Анда адамдар түсіп отыр, потом көрсетерім сендерге. Пока отырыс жаман емес. Так, достар, біздер достармен жайғасып отырық. Ешкімді көрсетпей қойым, балдар деген не. Баняда смущается. Осылай отырық, тамақ, нарды. Және партиясы отырық, скоро парилка береміз. Бәрін көретін боласыңдар, давайте.
Достар, ой, ё-моё, мочалка бар ма? Мочалка өзіртпе. Короче, міне уақыттарсы көріп тұрсыздар ғой. Ыс суды құясыздар, ыс су қосайынан нені? Веник қосайынан басасыңдар. Пар қатты, жар қатты өздерің көріп тұрсыздар ғой, мочалканы сүртіп жатырмын даже. Осайын обязательно пісіріп алу керек ыссы суға, кипятокқа. Мына жақта бізде парилка, бұл жағы вообще братан ыссы. Кезде сөйлеп жатыр, потому что ыссы бұл жақсыңдар, ана жақта сезбейсіңдер ғой. Короче, мына былай пісіріп аласыңдар. Сосын ана жақтағы мынаған саласыңдар ғой, міне пісіріп болғаннан кейін. Мына жерге тасқа қойып қоясыңдар обязательно. Сол қазір біз парить түсеміз. Давайте. Достар, өкінішке орай, достар өздерін көрсеткісі келмейді. Мен осының алдында ана қалай парить еткенімізді бәрін көрсеткім келіп отыр бар ғой. Қалай білмей қазір камера сөйлейін. Достар, қарсыда просто а так біз от души попарились, да, жігіттер? Да, мықты. Я дерс попарились, осы сендерге айтатындарым баняға барып тұрыңдар. Баня деген вообще тема зат қой осы. Қалай адамның ойына келген осындай темада, күн салқында, минус погодада да, плюс 80 деген, ё-майо. Обязательно лайктарын аямаңдар. Біз әлі түсіп жатырық. Негізі, жалпы. Достар, короче, осымен баням бәрі бітті. Арнаға тіркеліңдер, лайктарын басыңдар. Давайте, қайырлы таң.